Қалай көп қаражатты қажет етпейтін кешкі ас дайындауға болады? Шешімі бар. Ол үшін алдымен сіз маған тіркеліп қойыңыз және видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен мен сиырдың етінен алдым. 500 грамм, 600 граммдай етті жақсылап алып, турап, ұсақ етіп, өзіңіздің қалауыңызға қарай турап, және кез келген үйде табылатын сәбіз, картоп, пияз қостым. Етімізді алдымен жақсылап май қосқан жоқпын, себебі менің етімде майлы. Суы тартылғанша етті жақсылап қуырып аламыз. Үстіне суды құйып, тұз, бұрыш қалауыңызға қарай салып, жарты сағатқа қалдырамыз. Келесі кезек күрішті жақсылап 2 рет шайып, оны отқа қоямыз және тұз, маргарин салып, ыстық қайнаған суды құйып, қайнаған соң бір араластырып, оның бетін жауып 5 минут қатты пешке қайнатамыз. Келесі тағамымызды ашсақ, қайнап, толық, әдемі жұмсақ боп піскен екен. Оның үстіне картопымызды салып, жаймалап, оны тағы да 10 минутқа қайнатуға қалдырамыз. Мен күрішті кесеге салып, дөңгелек пішінде етіп, әсемдедім. Енді үстіне подливымызды құямыз. Мінекей көп қаражатты талап етпейтін керемет ас. Ет тағаммен бірге керемет осындай жеміс-жидектен десерт дайындадым. Егер сізге менің видеом ұнап жатса, басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз. Және лайк басып кетіңіз. Ол маған шабыт әкеледі. Рахмет сіздерге. Сіздермен болған Гүлнұр. Назарларыңызға рахмет. Ал сіздер кешкі асқа қандай тағам іштіңіздер, болмаса пісірдіңіздер? Комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.